Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ тілі пәніне консультация сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы консультация сабағымызда публицистикалық стильдің тілдік ерекшелігі деп аталатын тақырыпты өтетін боламыз. Публицистика, яғни латынша көпшілік, әлеумет, қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талқылау деген ұғымды жұмсалады. Публицистикалық стиль қоғамдық талапқа сай жазылған шығармалардың негізінде қалыптасады. Белгілі бір тілде публицистиканың әр алдына бөлек стиль болып қалыптасуы бұл қоғамдық сананың өскенін, яғни артқанын көрсетеді. Тілдің басқа стильдердегі сипаты бұл публицистикалық стильде бірыңғай болып келмейді. Бірқатар лингвистер публицистикалық стильдің жазбаша түріне саяси тақырыпқа жазылған газет, журналдардағы мақалалар, памфлет, очерк, тағы да басқа шығармаларды шешендік сөздер, яғни публицистикалық стильдің ауызша түріне жатқызады. Яғни публицистика дегеніміздің өзі жариялау, яғни көпшілік, әлеумет деген мағынаны білдіреді екен. Бұл дегеніміз, яғни публицистикалық бұл қалыптасу кезеңіне келетін болсақ, публицистикалық стильдің жазбаша түрлерінің ең алғаш бастау алғаны, яғни бұл халықтың жалпы мәдениеті мен экономикасына байланысты болып келеді. Яғни мәдениет ерте дамыған елдерде публицистикалық жанрда ерте қалыптасады. Ал оған орыс тілі мысал бола алады. Ресейде мысалға 18 ғасырдың екінші жартысында газет жарық көре бастаған, яғни ысқақ жанрлар шыға бастаған. Санкт-Петербургтен Москваға саясаты деп аталатын Радищевтің, яғни сол кездегі жалынды публицистикалық шығарма болып есептелетін. 20 ғасырдың екінші жартысында публицистикаға үлкен өзгерістер енген кез болған. Бұл кезде революцияшыл демократтар публицистиканы царизмге қарсы күрес құралы ретінде жұмсаған болатын. Яғни Белинскийдің, Добролюбовтың, Чернышевский сияқты сыншыл публицистердің өздерінің де сын мақалаларында қоғамдық қатынастарды қатты сынға алып, революциялық идеяны қуантқан екен. Публицистикалық стильдің сипаты, яғни бұл жерде стиль жұртқа үндеу, үгіт айту, пайдалану, яғни мұндай үндеуге, үгітке қоғам үшін және дәл сол кезінде зор мәні бар мәселелерді тақырып еткен. Мысалға айтатын болсақ, саяси, экономикалық, экологиялық тақырыптарда моральдық мәселелер, яғни үндеудің, үгіттеудің мақсаты бұл жұртшылықты қоғамдық мәні бар іске қатыстыру, жұртшылықтың санасына ықпал ету. Яғни публицистикалық стильдің өзі де осы негізде бағытталады екен. Яғни бұл жерде үндеу, хабарлау, үгіт жасау, жұртты бір нәрсеге шақыру деген сияқты дүниелерді қалыптастырады екен. Яғни ең алдымен осы сипатта бұл жүзеге асырылады. Яғни публицистикалық стильдің ерекшелігі осында екен. Енді әр стиль өз ішінде түрлі-түрліше болып өзгереді ғой. Ал бұл жерде публицистикалық стильдің өз ішіндегі ерекшелігі осы жағдай арқылы жүзеге асырылады. Публицистикалық стиль тыңдармандар мен оқырмандардың арасында кең таралғанымен бейнелігімен, баяндаудың шешімділігімен, жағымды, жағымсыз жақтарымен, мәнерлігімен сипатталады. Бұл тіл деңгейіне байланысты публицистикалық стильдің ерекшелігі болып есептеледі. Бұл лексикада қоғамдық, саяси терминдар мен сөздердің митинг, ереуіл деген сияқты дүниелерді қалыптастырады.
лексикада қоғамдық саяси терминдер мен сөздердің митинг, ереуіл, демократия, парламент, экономикалық баға беруші сөздердің еңбек озаты, көшбасшы, еңбекқор, дем беруші, экспрессивті баяуы бар сөздердің, яғни қоян қолтық, нық қадаммен деген сияқты фразологиялықтар, яғни перифразалар сияқты дүниелердің бәрі публицистикалық стильде жүзеге асырылады екен. Бұйрық рай тұлғасының орындайық, табысқа жетеміз деген сияқты сөздер арқылы да жүзеге асырылады. Морфологияда сөздер мен қоғамдық, әлеуметтік, бұқаралық, саяси, үгіт насихат, яғни бұл жердегі айтылып кеткен қаратпа сөздер, риторикалық сұрақтар, яғни жай сөйлемдер бөліктерінің сан алуан қайталамаларының бәрі жиі қолданысқа түсуі публицистикалық стильдің басқа стильдерден ерекшелігі, өзгешелігін көрсетіп тұр. Яғни тіл біліміндегі, яғни стильдердің ішіндегі ең ерекшесі осы стиль деп те қарастыруымызға болады. Енді бүгінгі біздің консультация сабағымыз осымен аяқталды. Енді бұл консультация сабақта сіздер деген публицистикалық стильдің жаңа қырынан танысты деген ойдамын. Публицистикалық стиль не екенін, қай тілден енген, қалай дамыған деген сияқты дүниелерден біз жауап алдық. Яғни бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі аптаға дейін, келесі сабағымызға дейін сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде осы берілген нәрсені оқып, қарастырып, практика жүзінде, тәжірибе жүзінде қолданып көруге тырысыңыздар.